Балық жеген кештен кейінгі ертеңгілік бір оқыс айқаймен оянып кеттім. Байқасам, ағамды үй иесі тепкілеп, есек қайда дейді. Оның есегі ұрланған екен, соны шақым ағамнан көріп тұр. Онда шындық та бар болуы керек, бірақ амал не? Ағамды өлтірсе де өнетін есек жоқ. Мал ашуы, жан ашуы, Махамбет Өзбекті де кінәлауға болмайды. Ол шетімізден сулап, аштан өлейін деп жатқан әке шешем мен інімді көріп, үйден шығып кетті. Қанша айтқанмен, түбі, діні, тілі бір өзбек бізді далаға лақтырып тастаған жоқ. Бір нәрсе дәметуді де қойған. Сол күні шешем арасына 3 күн салып әкем дүние салды. Үйтіп ағам бір жерге апарып, беттерін жауып келіп жүрді. Өмірге, жарыққа талпынған жасулан қайғырып, жылап сықтау сезімінен айырылған, бәрінің орнында тек бір ғана сезім. Өмір сүруге тырмысу ғана қалған мен, өзімнің күндегі әдетімше үй аралап, қайыршылығымды жасай бердім. Бойымның үйренгендігі соншалық, барып жүрген үйлерімнің есігі жабық, ішінен ілулі болса да, жабық болса келуін қояр деген ойлары болар. Есікті ұрып, тықылдататынды шығардым. Амал жоқ, ашады. Бірақ әйтеуір кейімей, үйлеріне кіргізіп, сыбағамды беріп жатады. Ұяттан көрі, өмір сүру инстинкті күшейіп, мен олардың жақтырмайтын қабағын да байқамайтын халге жеткен болармын. Ал бір кемпірі мен шалы бар үй мені мүсіркеп аянышпен қарайтын. Бір күні осы үйге түске жақын келсем, қаба сақал, басынан орыс казактары киетін сопақ бөркін тастамайтын шал жалғыз екен. Ол маған бәйек болып, пешке жақын орындыққа отырғызып, табаны тесік су байпағымды пештің үстіне кептіруге қойып, тамақ берді. Маған бірдемелер айтады. Ауылда өсіп, ана тілімнен басқа сөзді құлағым естімеген мен байғұс бір сөзін де ұқпадым. Бірақ шалдың сөзінен түйгенім, маған бала болып үйде қал дейді. Мен мұрным пысылдап, тамағымды жеп алып, еш нәрсеге ыңғай білдірмей кеттім. Екінші бір келгенімде шал кемпір екеу екен. Кемпірдің мені жақтырмағандай сыңайын байқадым. Дегенмен, бала болып қаламын десем, екеуі де құба-құп дейтін түрі бар. Онға толып, оң солымды айырып қалған кезім. Әрі әкем молда, балалар оқытқан, шешем қожаның қызы, діншіл. Сондықтан екеуі де дінге, оның рухында тәрбиелеп, бойыма біраз сіңіріп тастаған. 7 жасымнан ағамның қыстың ұзақ кештерінде оқитын қисса дастандарына құлақ түріп, біраз дүниетаным жайттерін көңілге тоқып үлгеріп қалғанмын. Осындай тәрбие мені жаңағы ақ пейілді орыс үйінен сырт айналдырды. Енді кемпір шалды көруге батылым бармады. Олардың маған деген ықыласын ақтамағандай көріндім. Ендігі күн көрісім қалған 2 орыс отбасының шынында олардың кемпірлерінің мойнында қалды. Осы 2 үйдің біріне бір күні түске таман кірдім. Кемпір бір жас жігітке тамақ беріп жатыр екен. Оның тамақ ішкеніне мен соншалықты сұқтана, көзіммен тамағын жеп жібере жаздап қараған болуым керек. Анау шашалып қалды. Мені жақтырмай, кемпірге бір нәрсе деп жатты. Ол маған дереу бір үзім нан берді. Мен шыға жөнелдім. Енді бұл үйге ертерек, жігіт жоқ кезде келу керек екен деп түйдім. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Бұл үйлердің менен мазасы кете бастаған болуы керек. Жүрек жалғарлық бір нәрселер беріп жататын. Ал мен өзімнен азын-аулақ бір нәрсе қалса, үйде аштық қысып, іші өтіп жатқан Есбол деген ініме алып баратын едім. Бір күні маған үйлерімнің бергені жұмырыма жоқ болмай, өрісті кеңейту мақсатымен сенделіп жүріп, бір асхананың қалдықтар тастаған жағына кез болдым. Бұл жаққа адам келе қоймас деген болар, ешкімді кездестірмей, тамақ болардай да еш нәрсе таба алмай, жуынды құятын бір легеннің түбінен тураған сәбіздің қалдықтарын кездестіріп, жұмырлап алып қалтама салдым да шығып кеттім. Үйге кірісімен төрде жатқан інімнің қасына бардым. Ол ес-түссіз, тілі күрмелген. Менің үніме жауап қата алмайды. Зорлап көзін ашқысы келеді. Көзі ашылмай төңкеріліп, тек ақшелісі көрінеді. Сәбіз болса да талмап жұта алар ма екен деп қалтамнан шығарып, аузына жақындата бергенімде есік жақта отырған ағам: «Берме,
басымызға бәле болады деп зекіп қалды. 10 жас үлкен ағаның айтқанын істемеске шара жоқ. Міне, аштық адамды өз туысынан да бездірді. Шынына келгенде, інімнің жағдайы мен берген сәбіздің септігі тиетін кезден өтіп-ақ кеткен екен. Ал ол сол заматта өзегін жалғауға себеп болғанмен де, алдағы күндерге қандай сенім бар? Мұны әрине ағам түсініп отыр. Менікі жақсы көретін інімді аяушылық еді. Әлі де аштықтың темір саусақтары жағамнан ұстап, қылқындыра қоймаған кезде менің жүрегімнің түбінде адамгершілік саңылауы сақталған екен. Інім түн ортасы ауғанда ышқына қорылдап, денесі жиырылып, созылып жатып, таң алдында жан тапсырды. Жылап сықтау деген ел бүтін, ес дұрыс кезінде екен. Ағам інісін үн-түнсіз апарып қойды да келді. Мен қайыршылық тірлігімді жалғастыра жүріп, қулық аша бастадым. Баратын үйімнің мүсіркеуін күшейте түсу үшін үйлеріне кіргенде қалтырап дірілдейтін болдым. Ішінде асы жоқ адамның тоңғақ болатыны да рас. Мен шынымен-ақ тоңатын едім. Бірақ барған үйімнің кемпірлерінің көңілдерін жібіте түсу үшін тоңып келгенімді күшейтіңкіреп жіберетінді шығардым. Осылайша күн көріс тіршілігін істеп жүріп, жетім балаларды асырайтын орын бар дегенді құлағым шалды. Бір күні кешкілік молырақ олжамен қайтып, көшеде қалтамда жиналған ризығымды қолымен алып салып реттеп тұрғанымда, бір орыс келіншек келіп тіл қатты. Мен түкке түсінбей, көзімді жыпылықтатқаннан басқа еш нәрсе өндірмедім. Жағдайды түсінген сары келіншек көшеде өтіп бара жатқан бір қазақты тоқтатып, әңгімесінің мәнін түсіндірді. Сөйтсем, ертең аудандық оқу бөліміне соқсын деген екен. Өзіме де сол керектей, ертеңіне ол мекемеге келсем, кеше көрген келіншегім машинка басып отыр екен. Тапқаныма қуанып, қасына жетіп келіп, кешегі айтқаныңыз бойынша келіп тұрмын деймін. Ол таңдана қарап, бір маңғаз қазақты әкеліп жай сұрасты. Мен болғанын айттым. Қазақ тілдей қағазға бір жол сөз жазып, пәлен деген жерде балалар үйі бар, осыны соған апарып бер, сонда сені қабылдайды деп өзі жұмысымен кетті. Мен 2 күн іздеумен балалар үйін таба алмадым. Оқу бөліміне қайта баруға зейінім жете қоймады ма, әлде балалар үйіне немқұрайлы сілтей салған қазақтың түсінен игілік ізін көре алмағандығымнан ба, әйтеуір сол мекемеге қайтып соқпадым. Қазір сол күндерді еске түсіре келіп, япырай, ана орыс келіншегінің маған мейірі түсіп жүргенде, әрі-бері өтіп жатқан қазақтардың, тіпті көшеде лағып жүрген жетімектерді жинап алып, балалар үйін құруға міндеттенген оқу бөлімі қазақтарының менің тағдырыма немқұрайлы қарағаны несі деп ойым онға бөлінеді. Кейде адамдардың халыққа жаманат келтіретін қылығын, ұлттық мақтаныш сезімінен жұрдай қуыс кеуделерін көргенде, осы менің халқым қандай халық деген күмәнді ойға түсесің. Жақында қаңтар айында бір газет бетінен Политехникалық институттың 2 қазақ студенті Бөгенбай Батыр мен Красин көшесінің қиылысында қазақтың бір студент қызын тонапты дегенді оқып, не болып бара жатырмыз, жастар мынадай болса, еліміздің болашағы не болмақ деген ой жанымды жегідей жеді. Есінен танатын 1932 жылдың ашаршылығындай аштық қазір жоқ қой. Жігіт не үшін өмірге келеді? Ол кеудесін оққа тосып, қызды қорғау үшін, оны дұшпанға алдырмау үшін туады деген ұғым біздің ата-бабамыздың қанына сіңген қасиет еді. Әлде кемеңгер Абай, қорқамын кейінгі жас балалардан деп, біздің заманымыздың жастары туралы көрегендікпен болжады екен. Бұл сияқты қайда барса қорқыттың көрі деп шошындыратын, түңілдіретін ойларды алысқа аластай отырып, халқымның жарқын болашағына, жастардың ұлтжандылығына, ұлтым деп соғар намысқой жүрегіне сене отырып, аштық жылғы тағдырымның немен аяқталғанына қайта соғайын. Балалар үйіне кірудің сәті болмағанынан көп ұзамай-ақ өкімет қаңғырып келген аштарды өз жерлеріне қайтару туралы шешім қабылдапты. Кісі басына 1 килодан қара нан беріп, бізді отарбаға мінгізіп жіберетін болды. Отарбаның келгенін күтіп вокзалда отырғанбыз. Адамның көптігінен отырар жер болмағандықтан, мені ағам терезе алдына мінгізіп,
Алдыма аз ғана нан қойған. Ағам менен бір-екі адым алыстай берді. Мен бір үзіп қара нанды аузыма салып үлгергенше, бір ашығып, көзі қарайған адам нанымды бас салды. Ағам көріп қалып, желкесінен ұстап, нанды тартып алды да ұра бастап еді. Жұрт, ұрма деп тоқтатты. Ашыққан адам да өзін біреу ұрдау деп қыңқ етіп жатқан жоқ. Дым болмағандай жөнімен кете берді. Осындай бір оқиғаны сандалып жүріп, Қазалының базарына барғанда да көріп едім. Айнала аштық болып жатса да, 32-33 жылдардың қысында Қазалының шағын ашық базары жұмыс істеп тұрды. Сауда жасап отырғандар өзбек, орыс, татарлар, тоғы ортаймаған отырықшы халықтар, ашаршылыққа ұшыраған көшпелі қазақтар, малын колхозға алып қойған, ашыққан қазақтар тіске басар бір нәрсе іздеп, мұсылмандардан қайыр садақа сұрап, базарға да соғады. Аштар көп, сауда жасаушылар аз, сондықтан тиынға тиын қоссам деп отырған саудагерлер аштардың жайған алақанын майландыра бермейді. Осы базарға алақаныма бір нәрсе жұғар ма екен деп соғып тұратынмын. Бір келгенімде көргенім, тіленшілік етіп жүрген бір байғұс қазақ, ешкім еш нәрсе бермеген соң өзегі талып, өліп бара жатса керек, саудагер өзбектің алдында жатқан күлшелерге тура бас салып, желкелеп ұрып жатқанына қарамай, біреуін алып, ауызға жұмарлап тығып үлгерді. Аштықпен істегенін білген жұрт оны көп ұрғызбады. Ол үн-түнсіз жөніне кетті. Мұндай оқиғаларға аш жұрттың еті үйренгенді. Ағам екеуміз Қазалы вокзалынан аман-есен отарбаға мініп, қалған қара нанымызды қорек етіп Қармақшыға, мектепте күзетші болып істейтін әкемнің інісінің үйіне келіп түстік. Алдымен 6-7 ай бойы ұстара көрмеген, су тимеген шашымды алып, немере ағам қолымнан жетектеп, балалар үйіне апарып өткізді. Туған ағам біраз қайыршылықпен күн көріп жүріп, Өзбекстанға кетіп, мақта зауытына жүкші болып орналасты. Отан соғысының қанды майданын да басынан кешіріп, жасы егде тартқанда ел аман, жұрт тынышта дүние салды. Мен тағдырдың айдауымен бір қолдан бір қолға өтіп жүріп, Арыс ауданының Мамаевка деген қыстағындағы балалар үйіне келдім. Жаңадан ұйымдастырылған, төсек орын жоқ. Балалар кенеп қапқа сабан тығып төсек етіп, қап жетпегендері құрым киіздің үстіне жатады. Қапта бөріп жүрген бит. Асханадан 3 мезгіл 50 граммнан нан, түсте ыстық сорпа береді. Үйірі шығып тамақ жемеген, әлсіз, ауру балалар битке жем болып, жас шыққанша өліп жатты. Балалар үйі ашыларда 250 бала бар еді. Жазға дейін 180-дей ғана бала қалыпты. Сол сау жеткен баланың бірі мен болдым. Жас шыға маңдайымызға Шыңбаев Мұса деген жақсы директор жазылып, ол бау-бақша егін салдырды. Тоя тамақ ішіп, киім-кешегіміз бүтінделді. Әр қайсымызға ағаш керуеттер, төсек орын тиіп, биттен тазардық. Өлім жітімнен арылдық. Оқуымыз да жөнделді. Бастауыш мектепті бітіргесін Қызылорданың педучилищесіне барып түстік. Бұл мені ауылға едәуір жақындатты. Бұл берекелі 1936 жыл еді. 1932 жыл бізге қанша өгейлік көрсеткенмен, туған жердің топырағын басу үшін ашаршылықтан кім қалды? Бауыр басатын адам бар ма, жоқ па, ел қандай халде деген сұраулардың жетелеуімен каникулымда ауылда тірі қалды деген 2 немере ағаларымның үйіне келдім. Шынында ашаршылық ойсыратып-ақ кеткен екен. Коллективтендіру алдында Кеңтоғай, Тартоғай, Төрткүлді жайлап отыратын 3 ауыл, Байсал, Кете, Болат, Шантай, 4 рулы ел аштықтан қырғынға ұшырап, қалғандары бір-ақ ауыл болып бас қосыпты. Бұл ауылдардың бәрінде де жеке басты үйлер некен саяқ болатын да, отбасыларының бәрі дерлік үйелмелі-сүйелмелі, көп басты жандар еді. Ал енді осыдан адамдардың 3-тен 1-інде ғана жан басы қалыпты. Менің туған ауылым Кеңтоғайдағы 22 үйден 9 үйдің 1-2 ғана адамы қалған, ал 10 отбасы түгелдей аштан қырылған. Орны қалды деген менің әкем Шәмшаттың отбасындағы 9 адамнан 2-ақ қалды. Ашаршылық алдында жоғарыдағы 22 отбасында 91 жан болса, оның 57 жан басы аштан қырылып, 34 адам ғана, яғни 37%-тен астамы қайыршылық жағдайында тірі қалған. Қайғылы қасірет
індеттей тиген аштық көлемі бүкіл Армения иелігінен де асып түсетін Қармақшы ауданының барлық ауылдарын өрттей шарпып өткен. Сырдың жағасында анда-санда балықты талшық еткен, әлі келгенше бақша салып, күнін көрген ауылдың сиқы жаңағы мен айтқандай болғанда, дариядан 60-70 шақырым жырақта жатқан елдің халі әрине одан да ауыр болған. Соған қарай өлім де көп болыпты. Қызылорда облысының барлық елі Сырдарияны жағалай қоныстанған. Шеткей ауылдары жоғарыда айтқанымыздай қашықта жайлаған, оларға дариядан жарма тартып, су жеткізіп отырған. Сондықтан сыр елі жартылай көшпелі болды. Соның өзінде аштық нәубеті елдің еңсесін көпке дейін көтетпей кетті. Жартылай отырықшы елдің жағдайы осындай болғанда, Сарыарқадағы түгелдей көшпелі қазақтың халі одан да мүшкіл болған. Онда аштық ерте басталып, үй орманымен құрып кеткен ауылдар өте көп болған. Біздің үй судан шығып қалған балықтай басын олай бір, былай бір соғып, жан тәсілім етіп жүргенде, Қармақшыда қара батпақтар дегендер қаптап кетті. Олар Қостанай облысының Батпақ-Қара, қазіргі Амангелді ауданынан аштық қуып, сыр бойынан тойынармыз деп келгендер екен. Шықпа жаным шықпа деп отырған елге аш адамдар босқынының келіп қосылуы, ондағы ашаршылық процесін тездетіп, өлімге өлім қосты. Орталық Қазақстандағы көшпелі қазақтар жағдайының өте ауыр болғандығын сол кездегі Қазақстан басшылығының сол аймақтағы 40 көшпелі аудан туралы ерекше қаулы алуға мәжбүр болғанынан ақ көруге болады. Лахи, ондай қаралы қасірет келмеске кетсін.